Армысыздар, құрметті жерлестер. Биылғы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын атап өту барысында Алакөл аудандық Зейнеп Қойшыбаев атындағы аудандық мәдениет үйінің бастамасымен Алаш арманы тәуелсіздік атты жоба бекітіліп. Жоба аясында ауданымызда тәуелсіздік құндылықтарын насихаттайтын көптеген мәдени көпшілік шаралар жоспарлануда. Бүгінгі тақырыбымыз Алакөл ауданы Қабанбай ауылдық мәдениет үйінің би үйірмелерін даму және осы би үйірмелерін дамытуда өзіндік үлес қосып келе жатқан би үйірмесінің жетекшісі Гүлдана Жұмаханованың жұмысымен таныс болыңыздар. Айдынды өңірдің айбынды аймағының бірі Қабанбай ауылдық округі. Шынжылы өзенінің бойында жағалай орналасқан елді мекеннің мәдениеті мен өнерін дамытуда Қабанбай ауылдық мәдениет үйі қызметкерлерінің еңбегі зор. Бүгінгі таңда 9 үйірме жұмыс жасайтын мәдениет үйіндегі би үйірмелерінің шоқтығы биік. Шымкент қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы университетінің түлегі Гүлдана Жұмаханованың жетекшілігімен Еркемай, Тамирис, Аруна би топтары жұмыс жасап келеді. Ауданда өтетін барлық мәдени көпшілік шаралардың белді мүшелері бүгінгі таңда ел тәуелсіздігінің 30 жылдығын атап өту барысында бекітілген Алаш арманы тәуелсіздік жобасының негізінде арнайы би номинацияларын дайындау үстінде. Аталған би ұжымдары республикалық жас дарын байқауының бас жүлдесін, жыл сайын облыстық деңгейде дәстүрлі түрде өтетін ауылым алтын бесігім атты өнер байқауында облыс әкімінің дипломымен марапатталған. Өмірін би өнерімен сабақтастырған Гүлдана Жұмаханова жетекшілік ететін би ұжымдарына творчестволық табыс тілей отырып, өнерлерін өрге жүзсін дегіміз келеді.